Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Бүгінгі сабақта мен сіздерге order block жайында түсіндіретін боламын. Жалпы order block бізде sort money'дің құралы. Жалпы order block дегеніміз не? Order block дегеніміз крупный игроктардың заявка қойған жері, зонасы. Атқаратын қызметі не істейді? Бағаны ұстап қалады. Значит, ары қарай order block зонасына келген кезде, сол order block бағаны ары қарай дальше жібермеуге тырысады. Жалпы схематический примерді қарайтын болсақ, схематический примерді біз мынаяқтан көтерілді и былай түсті делік. Значит, мына бұрышта бізде не болады? Мына бұрышта бізде мысалға order block пайда болды делік. Order block пайда болды делік. Бізде, например, сіздер егер сделканы астынан ашатын болсаңыздар, былай, біз order blockқа дейін біз не істейміз? Order blockқа келген кезде, я болмаса оған дейін сделканы жауып аламыз. Я болмаса, осы order block'тан біз астыға қарай не істейміз? Шортқа ашамыз. Дәл сонда лонгтың да схемасы дәл сонда болады. Егер астыда бір бізде не order block пайда болды делік, былай. Order block пайда болды делік. Баға астынан құлап келатқан кезде осы order blockқа келгенге дейін шорт ұстап алсақ болады. И потом обратно осы order block'та не істейміз? Лонг сделкасын ашсақ болады. Сіздерге мен қазір графикте көрсететін боламын. Жалпы қараңыздар, order block бізге не үшін керек? Сделканы ашу үшін немесе сделка ашу, жабу. Екі таймфреймдарда в основном order block'тар мықты болады. Олар бізде 1 сағат және 15 минут. Қазір мен сіздерге 15 минутты таймфреймдарда order block'ты көрсетсем. Бізде мына жақта отработка берген order block'ты көрсетем. Қараңыздар. Не істеді бұл order block? Бізде жанындағы ликвидностьті шешу керек болады дедік. Сізге ликвидность order block қалай қояды? Бірінші жанындағы ликвидность, я болмаса басқа да мына жақтағы сол жақта исторический бір ликвидностьті шешу керек болады. Ол ішкі ликвидность болсын, я сыртқы ликвидность болсын, я болмаса экиолой без разницы. Ликвидностьті шешеді. Шешілгеннен кейін жанындағы свеча осы шешілген ликвидностьтің свечаның денесін жеп қою керек. Мына мысалы жасыл свеча ликвидностьті шешті, ал қызыл свеча не істеді? Осы жасыл свечаның денесін полностью өзінің свечасымен жеп қойды. Значит, engulfing деп қоюға, я болмаса жеп қойды деп адамыз. Значит, бізде мынау жасыл свеча бізде не болады? Order block болады. Order block қараңыз, баға order block қалыптасты, одан кейін резко баға түсті, я. Түскеннен кейін обратно осы order blockқа келген кезде баға не істеді? Қараңыздар, баға осы order block өзінің жұмысын атқарды. Значит, оны дальше ары қарай не істеген жоқ, ары қарай бағаны бүйтіп жарып өткен жоқ. Обратно шорт берді. Шорт бергеннен кейін екінші рет келген кезде баға не істейді? Обязательно ол order block өзінің несін жоғалтады. Өзінің зонасын жоғалтады. Егер қараңыздар, order block'тың баға 50%-на, я, ровно 50%-на баға денесімен закреп алатын, денесімен свеча закреп алатын болса, ол кезде полностью order block'ты жады. Ал егер 50%-на свеча закреп алмаса, міне, фидель алатын болса, значит, біз не істейміз? Order block обратно астыға қарай кететін болады. Бұл бізде 15 минуттағы order block. Тағы да мен сіздерге 1 сағатта order block'ты көрсетейін. Жұмысы қалай болғаны. Мына жақта бізде мына жақта сіз болған болады. Міне, қараңыздар. Order block'a келді. Order block'a келгеннен кейін жанындағы ликвидностьті шешті. Одан кейінгі қызыл свеча, жасыл свечаның денесін жап қойды. Не обязательно жанындағы свеча осы order block'ты ликвидностьтің денесімен жеп қою керек. Сол кезде осы свеча бізде order block болады. Order block пайда болды, одан кейін шортқа келді. Бірінші келген кезде не істеді? Баға міне қараңыздар. 50%-дан келді,
order block o'zining жұмысын атқарды и обратно qoladi. Плюс еще bizda не bo'lgan жоқ, закреп bo'lgan жоқ. Ko'rdingizmi? Значит, biz сделканы осы order blockda істейтін боламыз. Ашатын боламыз, ja? Ашсақ мысалға, ашты делік, бізде стопты қалай қоямыз? Стопты обязательно осы order blocktың астына шамалы бүйтіп асып қоясыздар. Текті уже определенно бір ликвидностьқа қарай қойсаңыздар болады. Егер қараңыздар, жалпы лонгқа қарай да order block дәл солай жұмыс жасайды. Егер order block таба алмаймын, я болмаса не істей алмаймын дейтін болсаңыздар, мен сіздерге екі нені көрсетемін. Индикаторды. Жалпы бізде индикатор бізде нетті міне volume profile бар magnetified болады, Jacob Major бүйдікі. Бұл жақта қоссаңыздар, сіздерде міне сары нелер пайда болады, сары зоналар пайда болады. Сары зоналар пайда болғаннан кейін, настройкасына кіргеннен кейін, сіздерге нетті 7 деп тұрады. 7-ні сіздер 5-ке алмастырасыздар. 5-ке алмастырасыздар, 10 болады, и обратно дәл сол күйде қалатын болады. Алмастырғаннан кейін сіздерде нетті пайда болады. Пайда болған кезде, значит, бізге бұлар не істеп тұр? Бізге order блоктардың объемдарымен бірге көрсетіп тұр. Түсінікті ғой? Міне, сары, мысалы, мына жақта бізде оранжевый бар, және сары бар. Осы сіздердің сарыларыңыз, сарыға келген кезде, осы ішінен кіресіздер, нақты order блоктың зонасынан, и обратно стопты ары қарай қоя салсаңыздар болады. Значит, көп істеп қойды, уже order block уже не істемейді, өзінің несін жұмыс атқармайды. Я болмаса, бұл нені қолданбайтын болсаңыздар, бізде тағы екінші индикатор бар. Ол индикатор бізде міне order block with signals деп іздесеңіздер поискке шығады. Шыққан кезде сіздерге екі цвет пайда болады. Жасыл немесе фиолетовый көк сондай. Жасыл цвет бізге лонгқа қарай, ал фиолетовый цвет шортқа қарай order блоктарды көрсетеді. Бұл order блоктар мықты order блоктар. Сенуге болады. Тұрарлық. Например, мына жақта мен сіздерге часовой таймфреймнен лонговый order блокты көрсетсем болады. Қараңыздар. Мына жақта міне ликвидность шешті, қызыл свеча. Жасыл свеча не істеді? Өзінің денесімен қызыл свечаның денесін жеп қойды. Значит, біздің қызыл свеча не болады? Order блок болады. Order блок не істеді? Резко бірден реакциясын көрсетіп қойды. Қараңыздар. Бірінші сіз order блок пайда болды, қызыл свеча order блокқа кірді, и одан кейін свеча не істеді? Бірден баға ракета болып ұшты. Көрдіңіздер ме? Жұмысы қалай? Значит, осы зона кетті, үлкен өріктер заявканы тастайды. Заявка тастаған кезде дәл осы зонадан біз бағаны не істейміз дейді? Лонгқа қарай ұшырамыз дейді, я болмаса шортқа қарай ұшырамыз дейді. И баратта осы зонаға келген кезде баға резко соның заявкаларға қарай реакциясын орындайды. Тағы да айтатын болсақ, үнемі мен сіздерге естеріңізде болсын, бізде order блок және имбаланс екеуі бірге жүреді. Осымен біздің order блок және тақырып сабақ аяқталды. Лайк басыңыздар, міндетті түрде комментарий жазыңыздар. Барлықтарыңызға қайырлы білім болсын.